Күнделікті өмірде тамаққа қосу үшін пайдаланатын лавр жапырағын көп адам біледі. Алайда оның дәрі болатыны жөнінде білеріміз шамалы. Лавр жапырағы, лавр ағашы оңтүстік Азияда, Жапонияда табиғи өсетін болса, Қара теңіз жағалауында қолдан өсірілетін мәңгі жасыл болып тұратын ағаш өсімдігі. Жапырған жас бұтақтарымен жылына 2 рет маусым тамыз айларында қырқып алады. Жемісін күзде жинайды. Оның дәнінен, тамырынан камфора иісті затын, эфир майларын өндіреді. Лаврдан бізге жететіні лавр жапырақтары, эфир майлары, түрлі түсті дәрі-дәрмектер деуге болады. Соның әр үйден табылатыны жапырақтары десек, төменде оның емдік қасиеттеріне тоқталайық. Суық тиіп қатты жөтел қысқан кезде 2 тал лавр жапырағын 1 стақан суға салып, үстінен 1 ас қасық ас содасын салады. 15 минут ақырын қайнатады. Осыған 1 ас қасық бал қосып жылыда ішеді. Лавр жапырағын алып тастайды. Ішкен кезде үнемі жылы болуы қажет. Бұдан жөтел тоқтап, қақырық шыға бастайды. Көз бұлшықтанып түйіліп ауырған кезде 4 тал жапырақты ұнтақтап, жарты стақан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылыдай көзді жуады. Тампон қояды. Осы судан ішуге болады. Лавр жапырағынан ұнтақталған 2 ас қасықты алып, 1 стақан қайнап тұрған суға 2 сағат бұқтырады. Осыны құлақтан ірің су аққанда пайдаланады. Ол үшін құлақты осы сумен жуады, аздап ішіне тамызады. 10 тал лавр жапырағын ұнтақтап, 1 стақан қайнап тұрған суға салып, 1 сағат бұқтырады. Тік ішек шыққан кезде, жылыдай осыдан дәкіге сідіріп, арттан тығып қояды. Әр 2 сағат сайын ауыстыруға болады. Сусамыр ауруына 10 тал жапырақты ұнтақтап, 3 стақан қайнап тұрған суға 3 сағат бұқтырады. Осыдан күніне 3 рет, әр жолы 3 ас қасықтан ішеді. 5 тал лавр жапырағын ұнтақтап, 100 грамм сәтір спиртіне салып, түрі қоңырқай тартып өзгергенше қояды. Осыны аяқта, басқа да буындарда шошайып шыққан түйіндерге жапсырып сықылайды. Буын, сал дірілдеп ауруға 30 грамм лавр жапырағын ұнтақтап, оған 200 грамм тазартылмаған күнбағыс майын құйып, 10 күн тындырады. Осыны сығып, басқа ыдысқа құйып алады да ауырған жерді сылап орайды. Адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін 5 тал жапырақты жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатады. Жылыдай сызылған осы суға 1 ас қасық бал, кішірек 1 лимон шырынын қосып араластырып, 1 күнде түгел бітіреді. 5 грамм лавр жапырағын 300 грамм суға 5 минут ақырын қайнатып, 5 сағатқа термосқа құяды. Осыны буындарды тазалу үшін 12 сағаттың ішінде түгелде ішеді. 3 күннен кейін қайталауға болады. Қан қысымын төмендету үшін 4 тал жапырағын 1 стакан қайнап тұрған суға 30 минут бұқтырады. Таңертең кеш ас алдында бөліп ішеді. Егер қан қысымы 160-90 болса, жоғарғы мөлшерге 1 шай қасық аскөк қосуға болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының фейжи докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған лавр жапырағының емдік қасиеті хақындағы пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген құнды деректер мен пайдалы кеңестерді тыңдай алатын боласыздар.